Саламатсыздарбы? Бүгүн мен дәмі тіл үйретін 15 минутта дайын болатын 3 ингредиенттен жасалған өте дәмді тамақ жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Түскі асқа және кешкі асқа керемет жеңіл идея. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 3 картошка керек. Картошкамызды осылай домалақтап бір келкі қылып тураймыз. Сіздер өздеріңіздің ыдыстарыңыздың, табаларыңыздың көлеміне байланысты 3 немесе одан да көп, немесе аз картошка турасаңыздар болады. Міне осылай картошкамызды бір келкі қылып турап аламыз домалақтап. Және картошкамызды турап алғаннан кейін табамызды отқа қойып қыздырамыз. Табамызды маймен майлап, мен үйдің майы сары майский маймен майлап жатырмын. Ал сіздер өздеріңізге ыңғайлы, өздеріңіз ұнататын сұйық май болсын, басқа болсын қолдансаңыздар болады. Майымыз ерігеннен кейін картошкамызды үстіне саламыз. Және картошкамызды үстіне салып, араластырып, бір келкі қылып тұздаймыз. Тұздап, тұзымызды араластырып аламыз. Және де өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен өзімнің асыма, яғни паприка қостым. Ал сіздер басқа да өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер пайдалансаңыздар болады. Және бір келкі қылып араластырып, табамыздың бетін жауып, ортаншы отта пісіреміз. Картошкамызды 10-15 минут пісіріп алып, тағы да бір араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, отымыздың асын сөндіреміз. Және де оның үстіне біз құймамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек. Және 4 жұмыртқамызды жақсылап араластырып, 2 қызанақ керек. Қызанағымызды 4 бұрышты қылып, кішкентай кусоктармен тураймыз. Және де қызанағымызды жұмыртқамызбен бірге араластырып, тұздаймыз. Және де қызанағымызбен жұмыртқамызды араластырғаннан кейін үстіне қаймақ қосамыз. Үйдің қаймағын қоссаңыздар да болады, немесе майлылығы аз магазиннің қаймақтарын қоссаңыздар болады. Және жақсылап араластырып, үстіне аскөк, яғни укроп, немесе петрушка, өздеріңізге ұнайтын аскөктерді салсаңыздар болады. Және жақсылап араластырып, құймамызды кішкене аздап тұздаймыз. Және де отымыздың астын қайтадан қыздырып, картошкамыздың үстіне осы құймамызды құямыз. Және қақпағын жауып, тағы 5 минут отта ұстаймыз. Бір жағынан пісіріп алғаннан кейін, осындай тарелканың көлемімен екінші жағына аударамыз. Және де үккіштен сырымызды өткізіп аламыз.
Және осы тамағымыздың үстіне сырымызды себеміз. Өздеріңізге сыр ұнайтын болса, көбірек қосаңыздар да болады. Сыр ұнамайтын болса, былай да жіберсеңіздер болады. Сырымызды біркелкі қылып жайып, сырымыз ерігенше қақпағын жабамыз. Ал міне асымыз дайын болды. Бетіне тағы да ас көк сепсеңіздер болады, өздеріңізге ұнайтын. Асымызды ыдысымызға түсіреміз. Міне асымыз дайын болды. Енді дәмін көрейік. 15 минутта ғана дайын болатын, түскі асқа, кешкі асқа ішсеңіздер болады. Дәмін көрейік. Kesкен кезде өте прям воздушный. Ортасын көрейік. Вау! Күшті. Фотода қарайып тұр, что-то бірақ негізі цветі прям андай поджаристый күшті. Міне, қазір дәмін көреміз. Прям иісі енді керемет. Сырын қараңыздар. Хотя мен сырды өте көп қосқан жоқпын. Бұны пицца сияқты қолдарыңызға ұстап жесеңіздер де болады. Міне прям күшті қараңыздар. Көрейік алыпсыз ба деп. Міне қараңыздар. Дәмі енді өте керемет. Өте жасалу жолы да жеп жеңіл, өздеріңіз көргенде, я. Дәмі керемет. Прям кешкі асқа, түскі асқа смело жасасаңыздар болады. Өте керемет. Прям шетелдің тамақтары сияқты. Не, күшті. Дәмі енді сырды обязательно себіңіздер. Ол да күшті бір өзінше дәм беріп тұр. Керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, өз ойларыңызды комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.